Сәлем достар, сіздермен астрономия және технология каналы. Және бүгін галактика шоғырлары мен орасан шоғырлар жайлы танысатын боламыз достар. Ал онда біз бастаймыз. Әлемнің көптеген галактикалары гравитация арқылы біріккен, оннан аса 10.000-ға дейінгі галактикадан тұрады. Бұл шоғырлар галактика шоғырлары деп аталады. Бұл шоғырлар бір-бірімен тағы бірігіп, орасан шоғырларды құрайды. Орасан шоғырлар әрқайсысы онда 13, онда 14 күн массасына тең 10 шақты галактика шоғырынан тұрады. Олар әлемдегі ең үлкен құрылымдардан және ғарышта бірнеше миллион жарық жылына созылып жатады. Ал бұл галактика шоғырларының бейнесі. Жергілікті топ шамамен 25 галактикадан тұратын кішкене топ. Бұған сонымен қатар біздің галактикамыз құс жолы да кіреді. Ал басқа мүшелері үлкен Андромеда галактикасы, М31, М32, М33, үлкен Мегалан бұлты, кіші Мегалан бұлты, Дивингело 1, бірнеше бұрыш галактикалар және ергежейлі галактикалар. Құс жолы мен үлкен Андромеда жергілікті топтағы ең алып галактикалар. Және галактика топтары жалғыз жүретін галактикалар өте аз. Көптеген галактикалар гравитация арқылы біріктірілген кішкене топтардан тұрады. Галактикалар тобы әдетте 50-ден кем галактикадан тұрады. HCG-87 Тәуешкі шоқжұлдызындағы галактикалар тобы. Ол жерден 400 миллион жарық жылындай қашықтыққа орналасқан. Жергілікті орасан шоғыр. Бикеш орасан шоғыр деп те аталатын жергілікті орасан шоғыры Бикеш шоғырының ортасында орналасқан. Бұның 2000-ға жуық мүшесі галактикасы бар. Орасан шоғырдың құрамына сонымен қатар оның ортасына шамамен 400 км секундына жылдамдықпен айналып жүретін жергілікті топта кіреді. Гидра орасан шоғыры. Гидра орасан шоғыры жергілікті топтағы ең жақын алып орасан шоғыры. Ол шамамен 100 миллион жарық жылындай қашықтыққа. Гидра орасан шоғырының ішіне галактикалар өте көп. Ал бұл Кома орасан шоғыры түсірген НАСА. Кентавр орасан шоғыры. Кентавр бізге ең жақын орналасқан орасан шоғыр. Бұл орасан шоғырлардың ішіндегі үлкендердің бірі. Гидра мен Кентавр орасан шоғырлардың көбіне Гидра Кентавр орасан шоғыры деп атайды. Кома орасан шоғыры. Кома орасан шоғыры кішкентай орасан шоғыр. Ол жерден шамамен 300 миллион жарық жылындай қашықтықта. Оның диаметрі 20 миллион жарық жылындай және құрамында шамамен 3000 галактика бар. А1367 Арыстан шоғыры және А1656 Кома шоғыры орасан шоғырдың ең жарықтары. Персей шоқжұлдызында орналасқан. Персей шоқжұлдыздары аспандағы ең жарық шоғырлардың бірі. Ол жерден шамамен 300 миллион жарық жылындай қашықтықта. Құрамына мыңдаған галактика кіретін Персей шоқжұлдыздары. Ғаламдағы ең алып нысандардың бірі. 2003 жылы НАСАның Чандра Редкенді обсерваториясын қолданып жүрген астрономдар Персей шоқжұлдызында Персей шоғырындағы қара құрдымнан дыбыс толқындарының шығып жатқанын байқады. Бұл дыбыс толқындары ғаламдағы нысандардың шыққан ең терең еді. Достар, бүгінгі біздің галактика шоғырлары мен орасан шоғырлар тақырыбының соңына да жетіп қалдық. Және бүгін сіздермен біраз ақпараттар алмасқаныма өте қуаныштымын. Осымен мен сіздермен қоштасамын.